Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы сөз таптары. Сабақтың мақсаты сөз таптары тақырыбынан игерген білімдерін практикалық іс-әрекеттерде қолдану. Енді балалар сөз таптары туралы білімімізді еске түсіріп алайық. Сөз таптары бұл зат есім, етістік, сын есім, сан есім. Зат есім қандай сұрақтарға жауап беруші еді? Дұрыс айтасыңдар. Кім, не, кімдер, нелер. Мысалы, ана, аю. Ана деген сөзге қандай сұрақ қоямыз? Әрине балалар, кім деген сұрақ қоямыз. Ал аю сөзіне не деген сұрақ қойылады екен? Өте жақсы. Келесі етістік. Етістік не істеді? Не қылды? Қайтты деген сұраққа жауап береді. Мысалы, жүгірді, секірді. Не істеді? Деген сұрақ қояды екенбіз. Келесі сөз табымыздың бірі бұл сын есім. Сын есім қандай сұрақтарға жауап беруші еді? Дұрыс айтасыңдар. Қандай? Қай деген сұраққа жауап береді. Мысалы, әдемі, таза. Қандай сұрақ қоямыз? Әрине, қандай? Әдемі, қандай? Таза. Келесі бұл сан есім. Сан есім қандай сұрақтарға жауап беруші еді? Есімізге түсірейік балалар. Дұрыс айтасыңдар. Қанша, неше, нешінші. Енді 5, 6 деген сөздерге сұрақ қояқшы. Әрине балалар, қанша деген сұрақ қойылады екен. Біз сөз таптары туралы есімізге түсіріп алдық. Келесі енді балалар оқулықпен жұмыс. Оқулықтарыңды аша қойыңдар. 40-шы жаттығу. Менімен бірге мәтінді оқып отырыңдар. Ауылға барғанда. Мен биылғы жазда ауылға бардым. Онда менің Ергөбек ағам тұрады. Жаз бойы ағамның қыздары Назерке, Үмітпен бірге картоп түптедік. Пияздың арам шөбін жұлдық. Шілденің ыстығы кезінде суға түскен қандай рақат. Қайта-қайта шомылып жүріп, мен малтуды да үйрендім. Ауылдағы әрбір күнім қызықты өтті. Балам, Дарханжан ала жаздай жәрдем берді. Бір мая шөп тұрғыздыңдар. Еңбегіне бірдеңе беретін шығарсың, деді әжем. Былтыр бір қой атаған еді. Жоқ, берем ғой, деді ағам күліп. Биылғы жұмысы ерен болды. Сондықтан тор биенің құлынын мінгізсем бе деп отырмын. Сөйтіп, ауылдан ат мініп қайттым. Биыл құлын болғанымен, өсе келе ат болмай ма? Енді балалар мәтіннен біз түсініп оқыдық. Енді осы мәтіннен негізгі ойды анықтайсыңдар. Оқулықта берілген пікір білдіруге бағытталған сұрақтарға орай өз ойыңды қорыт. Осы мәтіндегі алғашқы 3 сөйлемді көшіріп жазып, оны сөз таптарына талда. Сөз таптарына қалай талдаушы едік? Ең бірінші сөйлемдегі етістікті тауып алатынбыз. Содан кейін зат есімді. Одан кейін қалған тұрлаусыз мүшелерді табатынбыз. Енді 41-ші жаттығуға назар аударайық. Көп нүктенің орнына негізгі зат есімді қойып жаз.
Ол үшін негізгі зат есім дегеніміз не? Есімізге түсірейік. Және туынды зат есім дегеніміз не еді? Бұлардың бір-бірінен айырмашылығы қандай? Өткен сабақтардан алған білімдерімізді есімізге түсірейік, балалар. Сөйтіп, көп нүктенің орнына негізгі зат есімдерді қойып шығайық. Мысалы, көлшік. Бұл туынды зат есім, иә? Енді осы негізгі зат есімге айналдырсақ, бұл қалай болады? Дұрыс айтасыңдар, көл болады. Сол сияқты басқа сөздерді де ойланып, көп нүктенің орнына тиісті негізгі зат есімдерді тауып жазамыз. Осымен, балалар, бүгінгі қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.